Азаматтық қоғамның болашағы жаңа азаматтық белсенділік. Бүгін Астана экономикалық форум аясында өткен панельдік пікірталасқа осы тақырып арқау болды. Шараға дін істері және азаматтық қоғам министрі Дархан Қалетаев қатысты. Министр азаматтық қоғамның дамуы жөнінде бірқатар өзекті мәселелерге тоқталып, еліміздің әлемдік трендтермен бір бағытта дамып жатқанын айтты. Сондай-ақ жиында үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, кәсіпкерлер, белгілі сарапшылар мен саясаттанушылар пікірін ортаға салды. Азаматтық қоғамның дамуы өркениетті ел болудың негізгі тетігі. Бірінші кезекте азаматтық көзқарасты жаңғырту қажет. Әлбетте, әлеммен бірге жаһандану жолында ақпараттық, коммуникациялық технологияларға, әлеуметтік желілерге ден қойған жөн. Тек сол арқылы қажетті мағлұматқа қол жеткізіп, бағытымызды кез келген сәтте түзетіп отыра аламыз.